сағат жіберуі де әбден мүмкін. Сол әділдік іздейміз деп бүгінгі күні міне әділдік іздеген адамдар мынандай. Бізде президент әділдік салтанат құрап, мына халықтың әл ауқатын көтереміз, жағдайын істейміз десе, Түркістан облысында президентке қолдау көрсеткен адамдарға қысым болып жатыр да. Ескі жаңа Қазақстанның бұл айқасы болу керек. Иә, көріп тұрмыз. Назарда актив зал жоқ деген життандырды жеке беріп жүрді. Оны өртеп жоқ қылды. Визит центрде. Енді кеше ана жаңа Әл-Фараби библиотекада. кеше ана неме сексуальный Түркістан қаласында мемлекет керегіне деп жерді алып, оны частный компанияға қайтып берген. Сөйтіп бұл жерде дейді коррупцияның нышаны жоқ дейді. Біздің облыс әкімінің айтып тұрған. Бұл жерде коррупцияның нышаны жоқ дейді. Жеке меншік жерді халықтан алаттағыны оны басқа бір компания бар, жеке меншік компания. Ақшасы бар компания. Аш сот бола ма? Ол жалға болсын әйгі сот судья. Ақша қатарынан. Аш сот бақын. Bu yerде экран жоқ қой, телевизор керек қой. Сіздер осы жерде система шешулеріңіз керек қой. Әділдікпен шешілсін, иә. Процеске кірген адам, қазір процеске қатысы бар адам кіреді, өйткені залға ешкім сыймайды. Сосын мына жерде қорқа ше бұл әңгімемізде құлағымыз жара болды. Шындық айтайын. Келген адамдарға мүмкіндік беріңдер сотқа қатысуға. Осы түгіскені бар, басқасы бар, Әлқожаның жаңа жердің айқайы, жерлердің әділдігін шешіп беріп, 10 жылда 20 алама. Сол адамдар әшейін адамдар келіп Қызылорда облысынан Жетісай, Шардара, Шымкенттен, жан-жақтан келіп тұр да, мынау елге қызмет етіп жүрген адамдарға Түркістан облысында тосқауыл болып жатқаннан кейін. Дұрыс па, көрсін, білсін, әділдікті, соттың әділ шешімін көрсін. Мен Қызылордадан келіп тұрмын. Яуран ауданынан, Түркістан деген аудан. Алабай деген 15 гектар жерді алып берді. Айғасы. СБ-ма? Жақсы. Енді сот бар ағасына, осын жеткізсеңізші бар. Неге жеткізбейсіз? Мүмкін шешіп қалар. Біз қатысуымыз керек. Мына жақта қалай қоғам келіп тұр Адамның тағдыры шешіліп жатыр. судьямен сөйлестік. Өзі кіретін жаңа куәгерлер бар, солар кірсін дейді. Процесс залды кеше кіріп көрдіңіздер. Кім судьяны аты жөнін? Сыймайды адамдар. Аты жөнін кім судьяның? Судьяны аты жөнін. Отаубаева Айгүл ма? Үлкенірек зал жоқ болып тұр ғой, Мына жерде мынау ақпараттар пайдаланып айта кететін, мына жерде сенімгерлікке жаңағы 15 күнде көтеретін жаңағы тоғының ішінде сондай программалар бар деп естідік та. Ана визит центр жаңағы кешегі мынау Әл-Фараби соларды осындай мемлекеттік сотқа, прокуратура, басқа ғимараттарға бермей ме мемлекеттік? Қаланың әкімшілігі арендада жүр да, қаланың әкімшілігінде сатып жіберген. Бізге қонақ үй важно. Әлеге процесс өтсін десеңіз, кіріп процесске қатысып. Жоқ, мен қатысам, мен еш қатысым жоқ. Мыналардың бәрі кіре алмайды. Мен бұл кісінің қазір боксының өзіңіз ұстап тұрсыз. Бұл кісінің жартысын танымаймын. Например, да, бұл кісілер түрі таныс басқа. Бұл кісілер шындығымызды айтқымыз келеді. өзіміз келген. Мен сіздердің барлықтарыңызды кіргізе алмаймын. Өйткені зал кішкентай. Үлкенірек зал қарастырсаңызшы. Қарасаңыз кіргізіңіз. Той болса 1000 адам кіргізеді, той болса. Мемлекеттік Зданияға бар, барайық, несі бар? Актив зал бар ма? Кірсе кірейік, давай, кірейік. 5-6 адам болса 5-6 адам. Хотя телевизормен. Жоқ, бір ақпарат телевизормен онлайн ба халық көрсін енді. Не болып жатқаны? Кеше өмірде біз мына Қызылордадан келіп отырдық та, мына біз көрейік осыны. Біз айтып барайық та, Түркістанның соты әділ екен, судьясы халық жағында екен. Біз сол әділдікті білуге келдік бұраға. Біз бір жерде былай Түркістанның сотына әділетсіз деп қазір айтамаймыз. Бір нәрсе. Бұл жерде кешегі Өмірзақ Естайұлының машинасын ақпаратта магазиндерде жүргенін түсіргенбіз. Ертесіне басталды. Өйткені олар машинасын тас тонировка жасап алып тәлпіштеніп жүреді да облыс әкімі. Біз айтсақ, бізге сразу міне полицияда басқада ықпал етіп, бір күнде қылмыстық іс осы жерде бірден айта кетейікші. Телеарна ғой, Түркістан ба? Кіресіздер ме ішке? Ол кісі машинасының көлігін тонировать еткен су жерінен көріп тұрып, неге оған тоқтатпайды? Және подзнак тоқтауға болмайтын жерге машинасы тоқтатпайды. Неге оған? Қатшы бірді? Қатшы? Білмейді. Ашық сот қой, түсіруге болады, түсіруге болады, телеарна келіп тұр ғой, телеарна. Телеарна келіп тұр ғой. Зала жүдене тұратын болсаңыздар, айқайлабай спокойно тұрыңыздар. Болып тұрады. Базар емес, базар жүріңіз. Базарға батқа сіздер орын тауып берсеңіздер, отырайықта бар. Адам жұмыс істеп жатыр мына жерде. Мен сіздерге айттым, процесске кіретін адам кірсін. Тәртіп сақтайық, иә, тәртіп сақтайық. Талап етіп жатыр ғой бұлар, көрейік деп. Онда бүйтейік, эфир жүргізейік.
телефонмен эфирге жүрсек. Ұзамай сұрады, мен сізге не Судья шешеді. Қазір судьяға ходатайство жасайсыңдар. Сонда осындай прямой эфир халық көрсін эфирден онда. Ішінде бір Адвокат ходатайство жасайды, сол кезде айтады. сіздерге мына неге рұқсат керек сіздерге? Егер жариялайтын болсаңыз, жауапкершілікке тартылады. Теларна кіреді, мына теларна кіреді. Айтқан сөзің рас. бізге президентше ашықтықты ақпараттандырамыз, сонымен хабардар етеміз, тиктокқа дейін дейді да. А бірақ соттың айтып тұрғаны, сонда президент кімге айтып жатыр? Бұл ашық. Жоқ, бұл кісі өзін не деп видео Біздің қойып жатқанын күмәніміз білмей тұр. бойынша осы Қасым-Жомарт Тоқаев ел президентіне қарсылық жасалып жатқан сияқты, халықты ашындырып, жаңағы билікке қарсы қою мәселесі жүріп жатқан сияқты да Түркістан облысында. Әйтпесе мынау не сұмдық? Қаңтарда жасады ғой, 2022 жылы қаңтарда оны жасады бұлар. Жасап көрді. Халық президентті қолдап кетті да. Халық пен билікке қарсы қою сияқты. Ол президенттің айтып жатқанының бәрі дұрыс. Айтады, мынау ортаға түсіңдер, халықпен жаңағы сөйлесіңдер, ашық болсын дейді. Ал біз не көріп жатырмыз қазір? Не көріп жатырмыз? Қазір процесті сіздер уақытын аласыздар да, судья күтіп отырсыздар. Үйтіп айқай шығара беретін болсаңыздар, қазір участковыйға звондап шақыртып, солармен бірге Адамнан қорықпаймыз. Құдайдан қорқамыз. Алла, қорықпаймыз. қазір процесстің Не әңгімені қалың сен? Қазір полиция шақырды. Полиция мені қорғау керек ол. Өзіміздің қазақтарға, өзіміздің жерімізде өзіміздің мекемемізде қызметкерлермен ұрып жатыр. Бізді қорғаушы қызметкерлеріміз бар. Айқайма не? Кімдің мүддесін қорғайды сонда бұл? Ашық сот деген кеп тұр ғой. Немесе кеш айтпай ма? Жабық сот ешкім болмай куәгер ғана келеді дегенде халық жиналмай сен айтады.